16 полезно аппарат. А? инвалид қаламмен күштеп салмайды Жоқ, біз сізді аппарат. керегі жоқ маған. Şimdi ben maqsad topпай шақырамыз. Мақсат таппай өтуіңіз жағдай. Сендер мен күштеп салмақсыздар маған. Сізге айтып отырмын. Бармен деп тұрмын. Ауада тұрған ешқандай сұрақ жоқ. Тұра алмайсың. Шаға қоймадым. Аға мен қалуын кетімін ма қалап тұрғанда? Алдына барып жүргенде қанша күн болды мен? 20 күн болды. Алдарында барамын, біреу қабылдамайды. Қабылдағанда да біреу шешпей жатқан жоқ. Осылай келеді сіздер. Жоқ, осы жерде өлеміз, короче. Бауыр түсінген жасым еді. Болды. Күштеп салам десем, күштеп салам. Одан кейін мен сендерге сенетін жоқ. Ана жүріңіз, мәжілісіне апарсаңыз. Сізге қайда бару керек? Президентке. Президент апарамыз сізді. 3 жыл болды бере барым. Ораз жоқ бап кеткен үшін қазір айтады ғой. 80 арызым жатыр. Анымен күштеп салыңдар содан кейін есімді ұстап келсеңіздер. Мен инвалид баламмен күштеп салмай кетесің бе? Бармен біттім бе? Қазір несіне бармен? Мен 3 жыл болды ғой ерде жүргенім. Сен қолын қатып ұстама. Қолын көрсетші сен. Ұстама сен. Ұстама деймін сен. Ұстама деймін. Ұстама деймін. Жібер. Балам мен ұстама. Жібер деймін. Берме. Bırak istek değil bu. Tamam. Önce sıkıntı söyleyeyim. Çördün mü? Oldu hiç. Göründü. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министр Олжас Бектенов, бас прокурор Асылып Берік Ноғайлына үндеу. Біз Вестойл ұжымы заңды құқығымызды пайдаланып ереуілге шыққанымызға 74 күн болды. Бірде-бір билік басшылары келген жоқ. Есесіне сыртымыздан қысым көп. Яғни кеше 21 ақпан мекеме басшылары 400-ден астам жұмысшыны жұмыстан шығарамыз деп ескертіп кетті. Бас прокурор Асылып Берік Ноғайұлы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 175 бабының 2-3 тармағындағы құқықтарымыз ешқандай сақталып жатқан жоқ. Ал жергілікті басшы Нұрлан Ноғайып бейбіт ереуілімізді күшпен таратпақшы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министр Олжас Бектенов біздің құқығымыздың тапталмауына, қауіпсіздігіміздің сақталуына тікелей сендер кепілсіздер. 2011 жылғы қанды оқиға қайталанатын болса, білмедік, естімедік демеңдер, тікелей сендер жауаптысыңдар. Құрметті қазақ елі, біздің ушыққан еңбек тауымызды назарларыңызда ұстауды сұраймыз. Талабымыз орындалғанша тұратынымызды қаперіңізге береміз. Әділдікті талап етеміз. Бүгін Вестойл мекемесінің 74-ші күні ереуілде тұрғанына. Мына билік басылымдағылардың бірде-бірі келместен ерегескен күй танытып, ешқандай қозғалыссыз, диалогқа да келмей, тек сыртымыздан қысым жасаумен айналысып жатыр. Оның бір себебі осы мына ереуілде тұрған жігіттердің заңды құқығын аяқ асты етіп, бәрін жұмыстан шығарамыз деп, әртүрлі Лада, Кезет, Азаттық деген сияқты сайттардан ақпараттар таратып жатыр, жұмыстан шығарамыз деп. Сосын жан-жақтағы жұмыссыз азаматтарды тартамыз деп, соларға үндеу жасатып, халықтың рухын сындыру үшін сондай мақсатта жұмыстанып жатыр. Бұл жүйе қашан өзгереді, қашан бұл дұрыс жағына шешіледі, халықтың жағына қашан шешім шығады, соған жауап берші мына биліктегі отырғандар. Бәріне осындай халықты ашындырып, алаңға шығаруға себеп болған өздеріңсіңдер.
жемқорлықтың шеті жоқ. Тек жекешелендіру, тендерге салу. Тендер деген зат заңды жолмен ақша жеу біздің Қазақстанда. Соны түсіндім мен мына жерде. Билік басындағылар, қаперлеріңізге береміз. Міне 500-ге жақын жұмысшының обалына қаласыңдар. Мынау жасап жатқан заттарың үлкен дауға келеді. Себебі 500 отбасына жұмыстан, жұмысшыны жұмыстан шығарсаңдар, оның артында отбасы бар. Каждый отбасыда жоқ дегенде 5 адамнан. Сонда 2000 жарым адамның мынау ақысын жеп отырсыңдар, былай айтқанда. Азаматтары, бауырларым, мына бүгін біздер жұмыстық жоқ байланыс, біздер мына кітапхананың алдына келіп, халық болып, ұлттарының азамат жігіттері болып, біздер жиналып келіп отырып өшерге. Мына елбасынан Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, мына біздің Құлсарының азаматтары жұмыста жоқ көбі. Соны сізге ескертіп атқан жайым бар. 100% халықты жұмысқа алуға, біздің Құлсарымыз жылойымызды көркейтуге, үлкен қалалар салуға, үй салуға, сондай жұмыс орын ашуға қанша мекемелеріміз бос тұр. Халық жұмыссыз, сондықтан ауыз біршілікпен осы жылойдағы азаматтарға жұмыс тауып беріңіз, сіздерді көмек сұрап отыр. Осы Жылой ауданында мына басқа жақтан келіп, біз жылойымыздың, теңгейіміздің, мұнайымыздың айнасы басқа жақтан халықтар келіп жұмыс жасап отыр. Осы 100-200% Құлсарда халық жұмыста жоқ. Ауызы біршілікпен жылойдың атынан, жастардан Қасым-Жомарт Кемелұлы біздерге жылойға, жастарға жұмыс тауып беруін сұраймыз. Жергілікті халық теңгізге жұмыс қалсын. Жергілікті халықты теңгізге жұмыс қалсын. Біздің Құлсардың жағдайын жақсартсын. Мына біздің қаламызды көркейтсін. Тал ексін көп. Мына Маңғыстау мен мына жатқан Орал, Астраханьға дейін бір тал жоқ, бір дұрыс жол жоқ. Соны көркейтуге жастарға бая коммунистің кезіндегідей бүкіл мектепте тірілтіп, жас болашақ балдарға патриот, сонда жұмыс тауып беру керек. Еңбек ету керек біз. Қолдайсыздар ма жігіттер? Қолдаймыз. Жұмыс. Айрам ал. Басқа жақтың адамдар кетсін, местелерді алсын, тек болды Құлсар теңгізге жұмысқа. Дұрыс. Құлсар сол мекемелер өзбек азаматтар жұмысқа, соларды босатып орны тұрақты осы жол азаматтар жұмысқа. Ауызы біршілікпен жылойдың атына келіп, ешқандай паникалайды етіп, бұл жерде завод сатқан жоқпыз. Тек біздің бала-шағамыздың, тек солардың нәпақасын тауып, осы өзіміздің жылойымызды, бақшамызды гүлдендірейік. Халқым жылой. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Үндеу. Біз Қарақия ауданы Құрық ауылының жұмыссыз азаматтары, яғни бүгін ақпанның 22-сі, 22-24 жыл аудан әкімі Сымбат Қуанышұлына және Манар Төлегеновке үндеу жолдаймыз. Маңғыстау мұнайгаз соған қарасты медігер мекемелерге атап айтқанда ОСК, ОТК, Вейстойл мекемелеріне босаған жұмыс орындарына жұмысқа кіргізулеріңізді талап етеміз. Талап етеміз ба? Талап етеміз. Сейчас учение идет. Почему вы там все закрылись? Даже ты в РУВД не можешь попасть. Не знаю. Ты Мелисов же, да? Да. Ага, ох. А чё молчишь-то, следователь-то мой? Почему 2 месяца дело держал? Я с Адвокасова Елена. Да, знаю. Да, знаешь? А почему 2 месяца дело держал? Не работал, ни одного показания. Кайда работа? Людей не могу вытащить. Каких вытащить? Вы их приглашаете, что ли? Да, приглашаю. Вы приглашаете преступников, мы теперь приглашаем в РУВД, да? За ними ездили. И где они? Не установлены? Не установлено. Алехова Александра, новости 365 КЗ, проживает город Алмада. Адрес дальше продиктовать, уважаемый следователь? Да, продиктуйте. Почему я тебе обязана? Ты должен работать и сам искать. Вот, пожалуйста, такие следователи работают. Позорники в Алатауском РУВД, которые приглашают
уголовников, как нарушителей к себе. Вот так вот они ведут следствие, ничем не занимаются. Вот, пожалуйста, следователь. Дальше что будем делать? Устраним? Когда? А? Когда? Устраним? Когда устраните? Не говорите мне, когда В устраните? В течение чего? в течение малого срока. Какого срока конкретно? Малого Ну, малый срок какой? 2 месяца следствия шло, вы ничего не сделали. Теперь еще сколько вам нужно времени? 3 недели. Неделя еще? Один вот зам следствия Данияр сказал мне неделя. Вы опять неделя. Вы умышленно прикрываете преступников? Никак нет. Никак нет? А почему не работаем? Надо Тохташи? работать. Нет, Тохташи, отвечайте мне. Когда этот кончится беспредел? Когда ответят по закону Республики Казахстан за распространение базы данных МВД? Когда? на моё рабочее Нет, место. когда? А я вас поймать не могу. Вы скажите, пожалуйста, когда? Вы на мой номер не звонили. Как не звонили? А вы меня заблокировали. Не заблокировал я. Ну а почему я должна вам звонить, я потерпевшая? А? Нет, вы же говорите, не могли дозвониться. Нет, ну почему я должна вот так тебя искать, звонить и вот так вот ловить? Вот, пожалуйста. Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, я прошу вас, разберитесь с МВД. Вот такие следователи, вот такие замследствия в Алатауском РОВД прячутся и укрывают преступников.